қайнап келердің сөзіне қалай шыдауға болады дейді. Тіліңді бүйтіп тістеп тұрып шыдай бересің. Не пайда табасың? Ал ұрыстың, жағаластың, бір сенің жарыңның бір туған апке қарындастары, солардың бір сөзін көтермей өз күйеуіңді аяғыңа бассаң, онда одан обид таппайсың. Көп ұзамай осы апкелер бауырларын айдап салып, сені ұрып, содан сен төркініме кетем деп, сен кетіп, сен бір айдан кейін қайта өкініп, сен қайта таяқ жеп, сен қайта сон өмірің қарабеттікпен сондай сәл ыңғайсыздықпен өтесің. Балалардың алдында да, туысқанның алдында да әбиірің қалмайды жаным. Сондықтан ештеңе етпейді. Сөйлеп жатыр, ештеңе жоқ. О, президентті де боқтап жатыр, Америкадан жатып алып, анау сөйлеп жатыр, мына жақта мынау сөйлеп. Не, өліп кетіп жатыр ма бәрі? Ештеңе жоқ, айтқан айта береді. Жоқ, саған ешкім сөйлемеу керек па? Аяғың аспаннан салбырап түскен ба? Не болады? Ештеңе жоқ. Сенің күнәңді көтереді, айтсын, жаман болмайсың одан. Мен де айтып жатырмын, аузына келген құсып жатырмын, қарап отырмын. Онда тұрған не бар? Біреу біреудің күнәсін көтеру керек та, біреу үшін таяқ жеу керек қой.